Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, балаларға ұнайтын таңғы асқа жасап беретін осындай тіске басардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтылмастан алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдын ала бізге керекті осындай 2 дана тазалап жуып ашылған картопымыз және осылай бір пачка сосискамыз қажет болады. Яғни менде 10 штук сосискам. Осылай сосиска бірінші картоптарымызды дәл видеода көрсеткен етіп жіңішке турайсыздар. Мүмкін болса теркамен жіңішке етіп өткізіп алсаңыздар өте тамаша болады достар. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Картоптарымызды мүмкіндігінше жұқа етіп тұруға тырысыңыздар. Барлығын турап алған картоптарымды осылай ыдысыма салып, оның үстінен осылай мұздай суымызды құйып, оның үстінен тұзымызды құйып, 10 минут уақыттай картопымызға тұзы сіңгенше қалдыратын боламыз. Оған дейін барлығын араластырып алғаннан кейін 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз сосискаларымыздың сырттарын ашып дайындап алатын боламыз. Менде бұл жердегі Нәрлен компаниясының сосискалары халал. Дәл осылай барлығын ашып дайындап алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, сосискамызды бір сосисканың өзін 4 бөлікке бөлетін боламыз. Дәл осылай барлығын бөліп дайындап алғаннан соң, дәл видеода көрсетілгендей етіп, бізге зубочистка қажет болады. Осылай зубочисткамызды сосискамызға бірінші картопымызды дәл осы видеодағыдай етіп орап, оған бір зубочисткамызды екі жағынан қыстырып алатын боламыз. Дәл осылай тығып дайындап алғаннан соң, екінші бетіне тағы да картопымызды қойып, оған да зубочисткамызды тығатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп, барлығын бірдей жасап аласыздар. Алдын ала дайындап аласыздар және майымызды алдын ала қыздыруға қойып қоятын боламыз. Майымыз қызғанша барлығын жасап дайындап аламыз. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді әрі балаларыңыздан ешқандай қалдығы қалмайтындай етіп жеп қояды. Дәл осылай барлығын жасайтын боламыз. Менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Менің каналымда дәл осындай керемет, оңай ғана жеңіл жасалатын рецептер өте көп. Тамақ, түрлі тәттілер, барлығының рецептері бар. Каналыма кіріп, көріп шықсаңыздар болады. Барлығын осылай дайындап алдық. Енді алдын ала қыздырылған майымызға 5-6 штуктан сала отырып, картоптарымыз қызарғанша осылай қуырып алатын боламыз. Кемі 3-5 минут аралығында қуыратын боламыз. Картоптарымыз демде пісіп кетеді. Дәл видеодағыдай етіп, қызартып қуырып алатын боламыз. Осылай барлығын қуырып, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Балаларыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, рецепт ұнаған болса, видеоны жоғалтылмасын, каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта салған рецептерінің барлығын сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Сау болыңыздар.